Ана адамның өміріндегі ең қасиетті, ең қадірлі жан. Ол бізге өмір сыйлаған, бізді 9 ай көтеріп, жарық дүниеге әкелген, түн ұйқысын 4 бөліп, ақ сүтін беріп өсірген асыл жан. Қазақ халқы ежелден анаңа қарап қыз өсер, әкеңе қарап ұл өсер деп, ананың тәрбиесі мен орнын ерекше бағалаған. Сондықтан шешеге тіл тигізу, анаға қарсы сөйлеу, боқтау тек әдепсіздік қана емес, үлкен күнә, ауыр қателік, тіпті қарғысқа апаратын іс деп саналған. Анаға айтылған ауыр сөз жүрекке қадалған найза секілді. Ол тек бір сәттік ашумен айтылған сөз болса да, оның салдары ұзаққа созылады. Ана жүрегі өте нәзік, мейірімге толы. Бірақ дәл сол жүректі жаралау адамның өз тағдырына да әсер етеді. Қазақта анаңның ақ сүтін ақтамағанның ісі оңбас деген сөз бар. Бұл бекер айтылмаған. Анаға қарсы шыққан, оны ренжіткен адам өмірде береке көрмейді, жолы болмайды деген сенім қалыптасқан. Бүгінгі заманда кей жастар ашуға беріліп, ата-анасына, әсіресе анасына дөрекі сөйлеп жатады. Бұл тәрбиенің әлсірегенінің белгісі. Адам қандай жағдайда болмасын, өзін ұстай білуі керек. Ашуланса да, ренжісе де, анаға ауыр сөз айтуға болмайды. Себебі ананың разылығы Алланың разылығы, ал ананың қарғысы ең ауыр қарғыстардың бірі. Ана қарғысы деген не? Бұл ананың жүрегінен шыққан ауыр реніш, налу, қайғы. Ол жай сөз емес, жүректің түбінен шыққан жан айқайы. Қазақ халқы ана қарғысы оқтай тиеді деп бекер айтпаған. Себебі ана шын ренжісе, оның айтқан сөзі адамның тағдырына кері әсер етуі мүмкін деп сенген. Сондықтан бұрынғы үлкендер балаларын кішкентайынан анаңа қарсы сөйлеме, қарғысын алма деп тәрбиелеген. Анаға боқтау адамдыққа жат қылық. Бұл тек анаға емес, бүкіл әулетке, өзіңнің шыққан тегіңе деген құрметсіздік. Өйткені сен сол анадан жаралдың, оның қанын, жанын алып жүрсің. Анаға тіл тигізу, өзіңе тіл тигізумен тең. Бұл рухани тұрғыдан құлдырау, ішкі мәдениеттің төмендігі. Анаға құрмет көрсету үлкен тәрбиенің белгісі. Қарапайым сөзбен айтқанда, анаңмен қалай сөйлессең, өмір де саған солай жауап береді. Егер сен анаңа жылы сөз айтсаң, оның көңілін көтерсең, ол саған ақ батасын береді. Ал батаның күші өте зор. Бата алған адамның жолы ашық, ісі берекелі болады. Ал керісінше ана көңілін қалдырсаң, оның көз жасына қалсаң, бұл ең ауыр жүк. Кейде адамдармен ашумен айтып қойдым, жай сөз ғой деп жеңіл. Бірақ анаға айтылған сөз ешқашан жай болмайды. Ол жүректе сақталады. Ана сыртта кешіргенімен ішкі жарасы қалуы мүмкін. Сондықтан әр сөзге жауапкершілікпен қарау керек. Әсіресе анамен сөйлескенде. Қазақ мәдениетінде анаға деген құрмет ерекше орын алады. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да, ақ сүтін өтей алмайсың деген сөз бар. Бұл ананың еңбегін ешнәрсемен өлшеуге болмайтынын білдіреді. Сол себепті анаға қарсы шығу тек қателік емес, үлкен күнә. Бала үшін ең үлкен бақыт ананың ақ батасын алу. Ал ең үлкен қасірет ананың қарғысына ұшырау. Сондықтан әрбір адам өз сөзін, ісін бақылап, анасына тек жақсылық жасауға тырысуы керек. Анаға қызмет ету парыз, оны сыйлау міндет. Анаға боқтау, тіл тигізу адамның өзіне зиян. Бұл оның рухани деңгейін төмендетеді, қоғамдағы орнын әлсіретеді. Мұндай адамға сенім де аз болады. Себебі өз анасын сыйламаған адам басқаға қалай құрмет көрсетеді. Сондықтан әрқайсымыз өзімізге сұрақ қоюымыз керек. Мен анамды қалай сыйлап жүрмін, оған қандай сөз айтып жүрмін, оның көңілін көтеріп жүрмін бе, әлде ренжітіп жүрмін бе? Осы сұрақтарға шынайы жауап беру үлкен өзгерістің басы. Егер бұрын анаңа ауыр сөз айтып қойсаң, кешірім сұраудан ұялма. Ана жүрегі кең, ол баласын әрқашан кешіруге дайын. Бірақ кешірім сұрау әлсіздік емес, керісінше үлкен күштің белгісі. Бұл өз қателігіңді мойындап түзелуге деген қадам. Қорытындылай келе, ана өмірдің бастауы, мейірімнің символы. Оны ренжіту, өз бақытыңды ренжіту. Анаға боқтау қарғысқа апарар жол. Ал анаға құрмет бақытқа бастар жол. Сондықтан әрдайым анаңды сыйла, оған жылы сөз айт, батасын ал. Сонда ғана өміріңде береке, тыныштық, жақсылық болады.